мен үшін ғылыми жоба жақынырақ сияқты болды. Өзімен айналысыңдар дейсің. Психологический, наверное, кітаптар оқимын. Кино жауаптар. Инновация. Басақ. Басақ қойыңыздар. Мен шыны керек, сені медицина жағынан барады деп ойлаймын. Көбінесе ойлайсың, химия, биология пәндері медицина барады. Онымен медицина қиын. Медицина қиын. Если честно, медицинаның қиындығынан да қаштым. Екіншіден, ода 6 жыл оқисың сен. Ал анада, менде әлі күнге шейін предметтер примерно білгенмен, әлі күнге шейін андай не ғой? Қалай айтуға болады? Конкретно выбирать еткен жоқпын, жалпы қандай неге. Прям конкретно айта алмаймын, осындай жұмысқа тұрамын деп. Жалпы манағы саланың өзі негізі Қазақстанда аз дамығандықтан да мен әлі күнге шейін, даже если бакалаврға, допустим, түсіп кетсем де, мен ол мамандықты әрі қарай алып жүре берем ба, оны енді бір Алла біледі. Потому что әлі енді дамады. Жалпы менің ойымша бір жағынан бана айтқан сөзіме қарсы шығатын да шығармын. Слишком бірақ андай не істеп те кетпеу керек сияқты. Қадал, потому что адам өзгеріп тұрады. Адам өзі де өзгеріп тұрады, и оның заманы да өзгеріп тұрады. Но сен отсыл өзің бір зерттеу жасау керексің. Өз-өзіңді зерттеу керексің. 7-ші сыныптан бері 12-ші сыныпқа дейін әрине көп тәжірибе аласың, өзің адам тұлға ретінде дамып келесің әрине. Сонымен сұрайын дегенім, ғылыми жобаларды жүргізу, осы мектепте оқу сенің дамуыңа қалай әсер етті? Соны айтып кетсең? Әрине, негізі ғылыми жалпы мектепте менің ойымша осы ғылыми жобамен қатарласып келетін екінші сала бар, олимпиада деген. Осы екеуінің арасында выбор болады деп ойлаймын адамда. Мен олимпиадамен айналыстым, ондай ұзақ емес, бірақ басында биологиямен айналысып жүрдім. Бір жағынан олимпиадаға прямо дайындық күшті болмаған сияқты. И екіншіден, тем более биологиядан олимпиада почему-то всегда қиын. Сұрақтар түсініксіз, сондай бірдеңелер болды. Жалпы негізі олимпиада мен ғылыми жобаның арасында таңдағанда мен үшін ғылыми жоба жақынырақ сияқты болды. Әркімге әртүрлі ғой енді. Себебі олимпиадада кішкене андай ғой, жалпы тіке қатып қалған бір немен бағытта қатып қалған емес енді. Жалпы сенің бағдарламаңа сай дайындалу керексің, белгілі бір дәрежеде білу керексің бірдеңе. Яғни оны сен өзің таңдамайсың. Ғылыми жобада сен ерікті түрде өзіңе қызық тақырыпты таңдайсың. И маған ұнайтыны ғылыми жобада, особенно менікі STEM ғой, STEM проект. Ол жобада жан-жақтылық, то есть былайша айтқанда свобода. Ол мен үшін енді, басқа адамдарды білмеймін. Маған сол бана пайдасы жөнінде айтатын болсам, соған келе жатырмын. Яғни проект, STEM әсіресе тұлғада жан-жақтылықты тәрбиелейді. Және де STEM бағыты қазіргі жалпы әлі де алдағы уақытта өзекті әрі маңызды бола түседі деп білемін, сенемін солай. Әлі ол сала керісінше дамып жатыр әрі қарай. Яғни бұның мақсаты сенің жалпы сабақ үстелінде алған біліміңді өмірде қолдану, и жалпы қай сала болмасын, оны бөлек-бөлек дара етіп қабылдамай, оларды ұштастыру деген навыктарды береді деп ойлаймын. И осы навыктар меніңше құнды болып келе жатыр. Сосын бана сен айтқандай анализдеу информацияларды сол ең үлкен маңызды тұсы. Ғаламтордағы үлкен информациялардың ішінен өзіңе керектісін, өзіңнің аргументіңді
дәлелдейтінін ғана аласың. Ну, который саған дәлелдемей, наоборот, отвергать ететіндерді, наоборот, ысырып тастайсың деген сияқты ғой. Сондай. Негізінен ғылыми жобаларға ақпарат іздеу, оны қолдану, оны практика жүзінде қолданып жасау өте қиын шаруа. Сонымен жұмыс алысып. Бірақ бұл әрине дамуына үлкен ықпалын қосатыны рас. Бұл усидчивость дейді ғой, соңында тәрбиелейді. Сен жалпы ғылымнан басқа, мектептен басқа қандай тағы қызығушылықтарың бар? Жалпы плаваниемен айналысамын, спорттан. Жүзіп профессионалдан үйренгенім бар. Өзім үшін. Жалпы жүзудің пайдасы көп деп айтады. Жүзумен айналысыңдар дейсің да. Сосын өзім үшін хобби ретінде айналысатыным ғой. Музыкалық аспаптарда ойнағам. Қазір бірақ қатты ойнамаймын. Пианино, домбыра дегендерді ойнадым. Сосын бос уақытында кітаптардан именно психологический, наверное, кітаптар оқимын. Там саморазвитиеға қатысты кітаптар деген. Солар қызықтырақ сияқты. Сосын негізі әркімге әртүрлі, бірақ саморазвитие, бірақ ол по идее out of the topic, по идее. Просто сатып алғанда кітаптардан именно саморазвитие қатыстысын алғанды, сатып алғанды не деп лайықты деп көремін. Потому что творческий, художественный кітаптарды сен кітапханалардан уақытша алып оқуға болады. А вот ана кітаптарды сен бесценный болғанда, кәдімгі құндылығы бар кітап болғандықтан, артынан тағы оқуы мүмкін, керек нәрсе болғандықтан олар сатып алуға заслуженно деп білемін. Білмеймін, ойыма сол келді, соны айтып жатырмын. Өзім де көбінесе психология жағынан кітаптарды оқимын. Оқимын сонда. Сол жақсы. Негізінде байқап жатқаным, жастардың басым бөлігі сол саморазвитие, психология жағынан дамуға ұмтылады. Сол әрине қуантарлық жайт. Және де сұхбатымызды тәмамдап келе, соңғы сұрақ десе болады. Жас зияткерлерге қандай кеңес береді? 7-8 сыныптардағы 9-10. Негізі андай ғой, 7-8-9 сыныптарда кейде адам расслабленно жүріп қалады. Мне кажется, ол кезде де о чем-то думать стоит. Например, ол кездерде сен даже әлі де мәск күндер болса, да, сен басқа бір активный нәрселермен айналысу керексің. Потому что, как все мы знаем, даже қазір Қазақстанда да ол жайлап применяется, а шетелде в основном академический успехтан басқа тағы да экстракуррикулар activities кәдімгідей яғни бағаланады. Сондықтан да айналысқан кезде де, енді түсінем, жалпы жас өткен сайын қызығушылықтар өзгере береді. Бірақ андай иногда бессмысленно просто айналыса бергеннен гөрі, мен өз басым кішкене стратегия болғанда дұрыс деп ойлаймын. Портфолиоға қатысты. Мысалға, біз қазір басымыздан өтіп жатқан нәрсе, университеттерге тапсырып жатқан кезде портфолиода сенің тапсырып жатқан мамандығыңа қатысты не бар, соны айту керексің. Допустим, сен банағада инженерияға саласын тапсырып жатасың, бірақ сенде спорт жағынан жетістіктер бар. Ол жақсы, жаман демеймін, но надо учитывать то, что сені таңдаған кезде комиссия сені тоже басқа да сенің қасындағы, например, инженериядан орны бар адам, бірінші орны бар адамды в первую очередь алады.
и бұл жерде чуть стратегия болу керек деп ойлаймын. Яғни өзіңе қызық, өзіңнің пәніңе, салаңа қатысты нәрселермен тоже шұғылдану керек. Ол олимпиада болуы да мүмкін, тек ғылыми жоба деп айтпаймын, но проектте болуы мүмкін. Но енді да, творческий тоже салалар. Но прям айтпаймын, что всегда стратегия болу керек деп, но все-таки болу керек. Сосын жалпы гуманитарияға кететіндер де бар. Оларға тоже өздеріне қатысты салалармен айналысу керек. Сонда алдын ала ойлау керек. Қазірден бастап болашағымды жазып тұру керек қой. Кішкене андай тревожность келеді, бірақ бұл жерде андай жақсы жағынан қарау керек сияқты. Мысалы, сен қазірден бастап стратегия жасасаң, мысалы жоспарыңды мен осы жылдың ішінде осындай жоба құрайын, келесі жылы осындай басқа жобалармен айналысамын, стартап деген сияқты, мысалы, немесе осындай хоббимен айналысам, осыны жазамын деп ойластырып көріңіздер. Оқушылар осындай болам, болашақта күшті университетке түсем деп армандайды да, бірақ ол үшін көп шұғылданбайды. Сондықтан құлақ салып қойыңыздар. Интервьюіміздің соңында өте бір қызықты нәрсе қосқымыз келеді. Ол пока енді пилотный аты бар, 60 second roll-up деген. Қысқа сұрақтар бар, соларға тез-тез жауап беріп көруің керек. Осы уақытында не істейсің? Осы уақытында 30 секунд. Фильм қараймын. Жылдың қай мезгілін жақсы көресің? Көктем. Демалыс күндерді қалай өткізгенді ұнатасың? Просто үйде жатып и киноға қарап. Сүйікті кітабың немесе фильм? Сүйікті кітабым осылай десек. Ну, фильм, наверное, прям «Титаник» бар. Басқа ойнас күн өшіне. Сүйікті спорт түрі? Ладно, суйминг, плавание. Сені жетістікке не шабыттандырады? Кино шабыттандырады. Кинодан бұрын, наверное, жалпы нелер, инновация. Өзіңді 3 сөзбен қалай сипаттар едің? Стратег деп айтамын ба? Стратег деп айтар едім. Екінші, білмеймін, слишком адамдар серьезно деп айтады, но солай деп ойлайтын шығар, наверное, солай дұрыс болар. Үшіншіден не бар? Ну, трудоголик бақа, солай дұрыс, трудоголик деп айтады, hard work деген осындай дейді. Но это не всегда полезно. Кез келген елге бара алсаң, сен қай елді таңдар едің? Турция деп ойлап тұрмын қазір. Сен үшін бақыт нені білдіреді? Бақыт ол peace, то есть спокойствие. Сүйікті тамағың қандай, тағам? Манты. Сен өз күніңді қалай бастағанды жақсы көресің? По идее, идеально это, наверное, чтение. Просто спокойно восстанавливать, а не то, что там тренировка. Осы уақытқа дейінгі ең үлкен жетістігің қандай деп ойлайсың? Ең үлкен жетістігім, что осындай адамдардың ортасына, жалпы зияткерлердің ортасына тап болғаным шынымен де жетістігім деп білемін. Себебі өзгертті адамды. Мысық әлде ит? Мысық. Өз мысықтарды жақсы көремін. Ал енді осымен біз сұхбатымызды тамамдаймыз. Ал осымен Расулмен сұхбатымызды осылай тамамдаймыз. Расул, не ойлайсың? Маған көңілді болды, особенно соңғы ойын. Прям жарко болды деймін.
сол көрермендерге көп рахмет. Сендерге көп рахмет. Қайтадан айтамын, маған очень приятно было осындай неге подкастқа қонақ болған. Подкастты өзім бірінші рет сөйлеп тұрмын екен. Первый экспириенс. Так получается. Я күшті. Осындай подкаст, жалпы подкасттарыңа береке берсін. Басқа да зияткерлердің ішінде осындай подкастқа келушілер көп болсын. То есть, соответственно, жетістікке жететіндер көп болсын. Мектебімізге пайдасы көп болсын деп тілеймін. И алғыс айту күні құтты болсын. Рахмет. Сол саған да, Азиза саған рахмет. Көрермендер сіздерге рахмет, зияткерлер, барша адамдарға рахмет. Азиза ана жерде болғаны жақсы, потому что просто камераға тұрған стрёмно было. Иә. Жалпы маған да ұнады, кішкене қобалжып отырмын әрине, бірақ та сонда да менің айтқым келетіні ұмтылыңыздар, бірдеңе істеңіздер, бірдеңе шұғылданыңыздар. Және де Расулдың сөздеріне құлақ салып қойыңыздар. Егер сіздерге жоба жүргізу қызықты болса, егер сондай жетістіктерге жеткілеріңіз келсе, осы дамуға ұмтылыңыздар деп айтқым келеді. Лайк басып, комментарий жазып, егер сұрақтарыңыз болса қоя беріңіздер. Комментарийға біздің каналымызға келіңіздер әрине, достарыңызға жіберіп, осындай комьюнитидің құруына үлес қосыңыздар деп айтқым келеді. Instagram talk. Подпишитесь. Бәріңе рахмет. Келесі шығарылымдарда кездесеміз. Сау болыңыздар. Пока.